Alhamdulillahi Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Аллах субханаллах тағалаға мақтаулар, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Аллах тағаланың салават сәлемдер болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде былай дейді: Ажабан ли амрил муъмин, инна амраху куллаху хайрун, ва лейса залика ли ахадин илля лил муъмин. Ин асабатху саррау шакара фахуа хайрун лаху, ва ин асабатху даррау сабара фахуа хайрун лаху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде былай дейді: мен момын адамның халіне ғажаптанамын дейді. Оның жағдайының бәрі жақсы дейді. Бұл жағдай тек қана момын адамға берілген дейді. Егер оған бір жақсылық жететін болса, ол оған шүкіршілік қылады дейді. Ал егер оған бір қиындық жететін болса, ол сабырлық қылады дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің басқа хадисінде иман екі бөліктен тұрады деді. Соның бірі сабырлық, екіншісі шүкірлік деді. Бұл сабырлық дегеніміз ислам ақылақтарынан, Аллах тағаланың сипатынан және пайғамбарлардың мінезінен. Адам бұл дүниеде көптеген сынақтарға түседі. Себебі бұл емтихан және сынақ дүниесі. Бұл дүниенің жағдайы сондай: егер берсе орнына бір нәрсе алады, егер бір күн күлдіретін болса, көптеген күндер жылатады. Аллах субханаллаху тағала Құран Каримде айтады: وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Біз оларды, яғни сендерді, момындарға айтып жатыр Аллах тағала, жаңағы малдарыңның, жандарыңның кемітуменен, жемістердің өспей қалуменен, қорқыныштарменен, аштықтармен сынаймыз дейді. Сол уақытта осы нәрселерге сабыр қылған сабыр қылушыларға қуанышты хабар бер дейді Аллах тағала. Және бұл сыналу бұл дүниеде міндетті түрде болады. Ол жайында Аллах тағала Құранда айтады: Алиф лам мим ахасиба насу аютраку аманна ва хум ла юфтанун. Адамдар бұл дүниеде иман келтірдік деп сыналмаймыз деп ойлай ма дейді. Яғни бұл дүние болғаннан кейін ол міндетті түрде сыналады екен. Енді осындай бұл дүние сынақ дүниесі болғаннан кейін осындай уақыттарда момын адам сабырлық қарумен қарулану керек екен. Адам бай бола ма, кедей бола ма, жасы үлкен бола ма, кішкентай бола ма, ілім іздеуші бола ма, қай жағдайда болсын, оған сабырлық керек. Мысалы, адам ғибадат қылу үшін де оған сабырлық керек. Адам харамнан өзін сақтау үшін де оған сабырлық керек. Адам ілім іздеу үшін де оған сабырлық керек. Адам үйіндегі, мысалы, өзінің әйеліменен, туған туысқандарменен қарым қатынас жасағанда да оған да міндетті түрде сабырлық керек екен. Сабыр бұл Аллах тағаладан болған бір рахмет. Себебі егер адам сабырлық қыла алмайтын болса, сабырлық қарумен қаруланбаған болса, адам бұл дүниенің мусибаттарына, бұл дүниенің сынақтарына сабыр қыла алмай өзіне қол жұмсап қояр еді. Және де Аллах тағаланың берген тағдырына разы болмай Аллах тағалаға қарсы шығар еді. Бұл Аллах тағала біздің тағдырымызға жазып қойды, ол біз оның тағдырын өзгерте алмаймыз. Сондықтан Аллах тағала бізге қандай сынақ берсін, біз оған сабырлық қылуымыз керек екен. Бұл сабырлық сөзі Құранда 103 жерде келген екен. Бұл да ислам дінінің сабырлыққа қатты мән бергеніне дәлел қылады. Сабырлық дегеніміз жалпы айтқан не десек, сабырлық дегеніміз адам өзінің қайғы қасірет жеткен уақытта өзінің нәпсісін ұстауы. Және де тілін сол нәрсеге арыз қылып, сол нәрседен тілін тыюы. Және мынау дене мүшелеріменен, дене ағзаларыменен де сол нәрселерге сабырлық қылуы. Мысалы, бір қайғы жеткен уақытта өзінің шашын жұлып, өзінің киімін жыртып, жағасын ұстап, бұл сабырсыздыққа жатады екен. Және де ғалымдар айтады, сабырлықтың 4 дәрежесі болады дейді. Бірінші, адамға осы бір қайғы, бір қасірет жеткен, сынақ жеткен уақытта адам
сабырсыздық қылуы мүмкін дейді. Сабырсыздық қылатын болса, бұл адамға ешқандай сауап жоқ, бәлкім күнә жазылады. Ал екінші, бір адамға бір қайғы, сынақ келген уақытта ол оған сабырлық қылады. Оған Аллах тағала жаңағы сауабын еселеп береді. Аллах тағала Құранда айтады мысалы: «Иннама юаффа собируна ажрохум биғойри хисаб». Расында біз сабыр қылушыларға олардың сауабын есепсіз береміз дейді. Есепсіз. Мысалы, қандай бір ғибадатты алайық, оның өзіне тән бір 10-нан бастап 700-ге шейін сауап болуы мүмкін. Бірақ сабырлықтың сауабы ол Аллах тағала өзін берем деп тұр, оның сауабы есепсіз. Сондықтан да кім осындай бір сынақ келген уақытта сабыр қылатын болса, Аллах тағала оған оның сауабын есепсіз беріп, оған одан да жақсы нәрсені береді екен. Мысалы, Умму Салама анамыз, Алла ол кісіден разы болсын, өзінің күйеуі қайтыс болайын деп жатқанда, күйеуі айтады: «Мен дүниеден өтетін болсам, сен Аллах тағалаға дұға қылып, менен де жақсы адам сұра» дейді Аллах тағаладан. Сонда күйеуі қайтыс болғаннан кейін Умму Салама бір күні намаз оқып отырып, Алла сабырлық қылып күйеуінің өлгеніне, кейін сол дұға қылады. Сөйтіп дұға қылып, ақырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп оған сөз айттырып, ақырында сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелі болады. Мысалы қараңыз, күйеуі өлді, соған сабырлық қылды, соның нәтижесінде Аллах тағала оған адамзаттың абзалы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жаңағыдай оның күйеуі қылып берді Аллах тағала. Және үшіншісі, разы болу. Мысалы, бір сынақ келді, соған сабырлық қылдыңыз, әрі соған разы болдыңыз. Бұл дүниеде Аллах тағала қарап тұрсақ, момын адамдарға бір сынақты оны жек көргеннен бермейді, жаман көргеннен бермейді. Бәлкім оның күнәларын кешіру үшін, оның дәрежесін көтеру үшін береді. Мысалы, бір кілемді қағудан мақсат оны қаттыру емес, бәлкім ондағы шаңды шығару. Сол сияқты Аллах тағала бізге сынақты бергенде, оны бізді қинау үшін емес, бәлкім бізге бір үлкен дәрежелерге жеткізу үшін, және біздің күнәларымыз кешіру үшін береді екен. Төртінші дәреже дейді, бұл келген сынақтарға шүкіршілік қылу. Яғни ол адам біледі дейді, Аллах тағала оған сол сынақты беріп жатыр, оның дәрежесін көтеру үшін, оның күнәларын кешіру үшін беріп жатқан түсінеді дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ең көп сыналатындар бұл дүниеде пайғамбарлар деді. Содан кейін салих кісілер деді. Кейін адам өзінің иманына қаратай сынала береді деді. Иманы берік болған сайын ол адамға сынақ қаттырақ бола береді деді. Және де бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: «Уа Алланың елшісі, менің малдарым қырылып қалды, өзім ауру болдым» деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге не деді? Малы да қырылмайтын, өзі де ауырмайтын адамда ешқандай жақсылық жоқ деді. Кімде-кім Аллах тағала оны жақсы көретін болса, Аллах тағала ол пендеге бір сынақ береді, және сынақ бергеннен кейін оған сабырлық береді деді. Сондықтан қарап тұрғанымыз сияқты, бұл жаңағы неден мақсат, бір сынақтардан мақсат Аллах тағаланың бізді жақсы көргендігінен. Мысалы, бұл жерде Аюб пайғамбардың қиссасына да азғана тоқталсақ болады. Бір жаңа кітаптарда айтылады, қиямет күні Аллах тағала 4 түрлі пайғамбар менен 4 түрлі адамға жаңа мысал келтіреді екен. Бір адам келіп: «Мен бай болдым, мені байлығым осы ғибадаттан тосық қойды» деген уақытта, «Сен Сүлеймен алейхиссалам сияқты бай болдың ба?» дейді екен. Екінші адам келіп: «Мен бір тұтқын болдым, мен бір жерде тұтқында болып, намаздарымды оқи алмай қалдым, құлшылық қыла алмай қалдым» деген уақытта, «Сен Юсуп пайғамбар сияқты тұтқын болдың ба?» Оны тұтқындығы Сүлеймен алейхиссаламды жаңа байлығы ғибадат қылудан тосқан жоқ қой деп айтады екен. Үшінші адам келіп: «Мен кембағал болдым, сол себептен құлшылық қыла алмадым» деген уақытта, «Сен Иса алейхиссалам сияқты кембағал болдың ба?» деп айтады екен. Төртінші адам келіп: «Мен ауру болдым, сырқау болдым, сол нәрсе менің құлшылығыма кедергі жасады» деген уақытта, «Сен Аюб пайғамбар сияқты ауру болдың ба?» деп айтады екен. Аюб пайғамбарды оның ауруы еш нәрседен тосқан жоқ деп айтады екен. Сонда қараңыз, Аюб пайғамбар өте бай пайғамбар болған. Аллах тағала оған сондай сынақшы берді, адамдар айтатын еді: «Бұл Аллах тағала бергеннен кейін осындай құлшылық қылып жүр, бәрімізге құлшылық қыл» деп айтатын еді. Бірақ Аллах тағала оған сондай сынақтарды берді, оның түгел балалары қырылып қалды.
бірінен соң бірі қырылды. Түгел малдары сай-сайда жайылып жүретін отар малдары қырылып қалды. Соның бәрінде ол сабырлық қылды. Ең ақырында өзі ауру болды. Төсектен тұра алмай жатты. Соның өзінде сабырлық қылды. Ең ақырында Аллах тағала оған шипасын берді, әрі жаңағы алған нәрселерін еселеп тұрып Аюб пайғамбарға қайтарып берді. Сондықтан да Али радиаллаху анху айтады, кім оған бір сынақ келген уақытта сабырлық қылатын болса, оған көптеген сауаптар жазылады дейді. Кім оған бір сынақтар келетін болса, сабырсыздық қылатын болса, оған күнә жазылады дейді. Анас ибн Малик айтқан, кімге бір сабырлық келген уақытта ол санын соғатын болса, қап бәлем деген сияқты, оған сауап жоқ деген ешқандай. Оған күнә болады деген. Сондықтан да бұл сабырлық, бұл момынның сипатынан. وَمَا يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ. Кімде-кім бір жамандық істесе, онымен жазаланады деді. Осы аят түскен уақытта Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келді да, "Уа Алланың елшісі, біз мынау аяттан кейін қалай өмір сүреміз?" деді. Яғни жамандық істеп қоямыз, бір нәрсе істеп қоямыз деген сияқты мағынада айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, "Алла сені өз рахметін алсын, ей Абу Бакр, сен ауырмайсың ба? Саған бір қайғы қасіреттер жетпей ме?" деді. Сонда Али радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы аят түскен уақытта қатты қуанды дейді. Яғни осы аят түскен уақытта қатты қуанды дейді. Сөйтіп былай деп айтты дейді. Пендем бұл дүниеде бір жамандық істесе, артынан оған бір қайғы сынақ жететін болса, сол күнәсі сонымен кешіріліп кетеді деп айтты дейді. Және оған сол күнәсі үшін Аллах тағала оны екінші рет азаптамайды деп айтты дейді. Және де бұл сауап өзі күнәнің үлкендігіне қарап беріледі. Яғни қанша үлкен сынақ болған сайын, оның сауабы да сондай көп болады екен. Және де бір хадистерде айтылды, кімде-кім сол күнә жеткен уақытта истиржа, яғни біз Алланыкіміз және оған біз қайтушымыз деп айтатын болса, оның сауабы жаңаланады деді. Аллах субханаллаху тағала бәрімізге осы сабырлық мінезіменен мінезделуімізді нәсіп етсін. Аллах тағала жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтқан сияқты, бір қуаныш келген уақытта оған шүкіршілік қылатын, қайғы қасірет жеткен уақытта, сынақ жеткен уақытта оған сабырлық қылатын пенделерінен қылсын. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил